Сәләфизм бұл әуелгілердің жолынан ба? Әлбетте жоқ. Ілгерідегі әуелгі сахаба, табиғин, атбау табиғиннің жолы болған, әуелгі үш мақталған нәсілдің жолы болған сәләфтің жолы күллі мұсылмандардың жолы. Бірақ осы сәләфтің әуелгі ұстанымдарын негізге алдық деп күнімізде түрлі іріткі салушы, қоғамда әртүрлі құбылысқа, саясатқа енуші сәләфизм бұл әуелгілердің жолынан ба? Әлбетте жоқ. Әртүрлі ағымына қарай, саяси құбылысына қарай, бүгінге дейін түрлі топтардың деструктивті, экстремистік, радикалданған әртүрлі құбылыстардың ішінде белең алды бұл құбылыс. Әртүрлі әлемдегі түрлі саясатқа қарай қатаң радикалды көзқарастарынан, бетперделерінен шығарылып, бүгінде саясиланған біз ол қатаң көзқарастағы радикалдардан емеспіз. Біз басшыға бағынамыз. Біз заң жүзінде толыққанды басшының қағидасына қарай жүреміз. Өз ұстанымымызбен, құлшылығымызбен жүрміз, басқаларда шаруамыз жоқ деп түрлі құбылыстарға енуде. Сондықтан негізгі берік ұстанымы болмаған ағым, ол ағымның ағысына қарай әр түрлі топтарға еніп кету бұл заңды құбылыс. Сол үшін біз сонау дініміздің, дәстүрімізді берік ұстанған, бабаларымыздың електен өткізген сонша түрлі мектептің, түсініктің ішіндегі өзіміздің ғұрпымызға, салт дәстүрімізге сай болған Ханафи, Матуриди мектебімізден, жолымыздан ажырамағанымыз дұрыс.